сәлеметсіңдер ме балалар? Мен сендерді бүгін сауат ашу негіздері оқу қызметіне шақырамын. Бүгін әріптер әлемі тағы бір әріпті сыйға тартпақшы. Қандай әріп екен? Алдымен бір-бірімізге қайырлы таң тілеп жаттығу жасап алайық. Таң ата, әже. Қайырлы таң, Әлижан. Қайырлы таң, құлыным. Қайырлы таң. Қайырлы таң, Аятай. Алтыным ау менің, қайырлы таң. Жаттығуды 3-4-тен қайталап тез құрыспай, шұғылданда спортпен. Жарайсыңдар балалар. Балалар, жаттығу жасап, шынығып болсақ, келесі мультфильмге қарайық. Онда қандай жануар туралы? Бұтақтағы піскен жемісті жеңіл алды. Жылан осы пайда туралы айтқан екен ғой деп ойлады пілдің баласы. Күн ысып кетті. Пілдің баласы суға кіріп, тұмсығымен суды сорып алып, өзіне шашыратып ойнап, сергіп, рахаттанды. Міне, екінші пайда осы болды ғой. Ұзын тұмсықтың болғаны жаман емес екен, деді өз-өзіне. Пілдің баласы үйіне қайтып оралғанда, керік ағасы басқа аңдармен қосыла, оның ұзын тұмсығына күле бастады. Сол кезде пілдің баласы оларға енді күлмейтіндей соққы берді. Міне, бұл 3-ші пайдасы екен ғой деп ойлады. Содан бері пілдің баласы бақытты өмір сүріп, ұзын тұмсық. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ол мультфильмдегі жануар, ол піл екен. Ал балалар, піл деген сөзде бірінші қандай дыбыс естіп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар, П дыбысы. Бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметінің тақырыбы қонақ күту салтымыз, П дыбысымен әріпі. Сабағымыздың мақсаты П дыбысымен әріпі туралы білім беріп, сауатты жазу мен сауатты оқуға үйрету. Әлемі деп аталады. Кітап жай кітап емес, сиқырлы кітап. Енді балалар мұқият зер салып қараңыздар. 1, 2, 3. П әріпі. П әріпі. Пәтер. Пәтер. Палас. Палас. Перде. Перде. Пима. Пима. Портфель. Портфель. Пальма. Пальма. Піл. Піл. Пияз. Пияз. Біздің мектеп. Бұл біздің сынып. Сыныпта 15 парта. Пернебек пен Перизат партада отыр. Олар кітап оқып отыр. Сөйлемдегі сөздердің ішінен П әрпі бар сөздерді табайық. Мектеп, сынып, парта, Пернебек, Перизат оқып. П дыбысы қатаң дауыссыз дыбыс. Басқа қатаң дауыссыз дыбыстар сияқты сөздің барлық буындарында жазылады. Балалар, сендер шаршаған боларсыңдар. Сергіту сәтін бастайық. Ладно, копать.
бірінші тапсырмаға назар аударайық. Үйге қонақ келетінін қалай болжауға болады? Әңгімелеп беріңдер. Енді екі үйді салыстырайық. Бөлме және киіз үй іші. Бөлме ішінен және киіз үй ішінен П дыбысы бар заттарды табыңдар. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Суреттегілерді ата, П дыбысының орнын табыңдар. Үшінші тапсырма. Балалар, қонақ келгенде әрқашан қонақпен бірге ырыс келеді. Қонақ келгенде қуанып жүру керек. Ал қонақ келгенде сенің көңіл күйін қандай болады? Белгілеп, ымшарамен көрсет. Төртінші тапсырмаға назар аударайық. П дыбысы кездесетін сөздерге дыбыстық талдау жаса. Балалар, бүгін П дыбысымен әріпімен таныс болдық. Осымен оқу қызметіміз аяқталды. Сау болыңдар.